Уылдырықтан жасалатын котлеттің дәмін көргенсіз бе? Көрмеген болсаңыз, мен сізге ең оңай жасалу жолын көрсететін боламын. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай керемет уылдырықтан жасалатын котлет түрін көрсетемін. Ауызашарға, сәресіне немесе ауызашарға дайындап жесеңіздер, өте керемет, тойымды ас болып саналады. Ең алдымен осындай уылдырығымызды жақсылап тазалап аламыз. Оның сыртында өзінің бір кілегей болады, соны жақсылап вилкамен араластырып алып тастаймыз. Одан кейін қолмен жақсылап езіп, қолымызға ілінгендердің барлығын тазартып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқа, 2 ас қасық шиті май, дәміне қарай тұз, бұрыш және манка крупасын салып жақсылап араластырамыз. Массасы өте қатты сұйық болмайды, өте қатты қою болмайды, осындай массада болу қажет. Табамызға шиті майды ең аз мөлшерде құямыз, көп құюға болмайды. Және оттың ең аз жылдамдығында осылай бір қасықтан құйып қуырып аламыз. Массамыздың барлығын осындай қылып пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіз, ас болсын. Арнама тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.